Сәлем балалар, бүгін бізде әліппе бірінші сынып 28-ші сабақ. Тақырыбымыз о дыбысы мен әрпі. Балалар каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі сіздерге жаңа сабақ бірінші болып көрінетін болады. Балалар, сонымен о дыбысы мен әрпі. Ол қандай дыбыс дедік сонымен? Ол дауысты дыбыс, иә? Ал енді оқиық. Ора, орау, ол, олар, сол, солу, орал, орал. Балалар, суретте екі ұл бала мен қыз бала отыр, иә? Ұл бала, яғни батыр деп алайық. Батыр сол қолын көтеріп отыр, иә? Ал аяру болса, оң қолын көтеріп отыр. Балалар, яғни біздер өзіміздің оң және сол жақ қолдарымызды сабақ айтқан кезде не істейміз? Көтереміз, иә балалар? Екінші тапсырма. Суретте нелер берілген? Яғни бірінші суретте бір ғана торғай берілген, иә? Ол торғай деп айтамыз. Екі буын, иә? Торғай. Екінші суретте үш торғай берілген, яғни бұны олар торғайлар деп айтамыз. Көпше түрде торғайлар, үш буын. Орал, домбыра ал. Домбыра. Домбыра деген сөзде де үш буын, иә балалар? Яғни балалар, бұл сөздерде о дыбысы сөздің ортасында келіп тұр, иә? Торғай, торғайлар, домбыра деген сөздерде о дыбысы сөздің ортасында келіп тұр. Көбіне сөздің ортасында да, сөздің басында да, аяғында да кездеседі. Енді оқиық. Орал, сана, он сан. Енді берілген кестелерге сөйлемдерді дұрыстап құрайық, иә балалар? Бірінші сөзде не деп жазылған балалар? Ора, сара деп жазылған. Енді бұны дұрыстап сөйлем құрайық. Сара, ора, сара үтір қоямыз. Ора, яғни сараға айтып тұр, иә, қызға. Екінші сөзде рауан, ол деп жазылған. Ал енді бұны кестеге салып оқиық. Ол рауан, яғни кімді айтып тұр? Баланың атын айтып тұр, иә? Ол рауан деп тұр. Осылайша балалар берілген сөйлемдерден дұрыстап кестелерге орналастырып, дұрыс сөйлем құраймыз. Балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар балалар.